Бүгін біз өзімізге тиесілі нәрсені басқалардың алып кетулеріне жол бермеуіміз керек. Майкл Джордан әріптестерін жағадан алатын және иттің баласында қорғанатын. Сен адам ретінде және футболшы ретінде де үлгі көрсетуің керек. Футбол бұл тек денені мықтылығы мен жылдамдықтан тұратын ойын емес. Бұл ойын ерік-жігер, намыс және сенімнен тұрады. Кейде бәрі тығырыққа тірелген қиын сәтте бір ғана көшбасшының айтқан сөздері бүкіл команданы оятып, сенімділік береді. Бір ауыз ғана айтылған сөз шабыт беріп, ойын тағдырын өзгертіп жіберетіндей дәрежеге жететін кездер болады. Жауапты сәтте әріптестеріне қажетті бағыт беретін сөздерді таба білу кез келген лидердің қолынан келе бермейтін нәрсе. Бүгін біз танымал футболшылардың айтқан ең шабытты әрі ең шынайы мотивацияға толы сөздерін сіздермен бөлісетін боламыз. Видео басталмай тұрып, қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызды қолдап тіркеліп, видеоға лайк басып жіберулеріңізді сұраймын. Олай болса, бастадық. Микель Артета тізгіндеген Арсенал командасы 2021 жылға ағылшын премьер-лигасының басын өте сәтсіз бастады. Қаншама жеңілістерден соң Артетаның тізгіннен босатылуы мүмкін болған. Жеңіс ауадай қажет болған ең шешуші ойындардың бірінде Арсенал Норвичпен жолықты және матчтың алдында испандық бапкер ойыншыларды жігерлендіру үшін тіпті өзінің жеке өмірі жайында сөз қозғауға мәжбүр болды. Мен жүрегімдегі өте қиын мәселемен дүниеге келдім. Алғашқы ашық операцияны көтере алмайтын болғандықтан 2 жыл уақыт күтуге тура келді. Және дәрігерлер менің өмірімді сақтап қалу үшін барынша тырысты. Жалпы әлемдегі көптеген салаларда тиімділігі жоғары командалар бар. Тек футбол немесе баскетболдағы командаларды айтып тұрған жоқпын. Мәселен, ауруханаларда дәрігерлер командасы бар және бұл ұжымдар ерекше адамдардан құралған болуы тиіс. Олар 24-7 уақыт бойы тек бір ғана себеппен жұмыс жасайды. Ол қандай себеп? Олар өздері жасайтын нәрсені ұнатады. Бұл олардың мақсаты және мотивациясы. Артетаның бұл ерекше айтқан қанатты сөздері іс жүзінде футболшыларға әсер етіп, нәтиже берді. Норвичпен болған кездесуде олар 1-0 есебімен жеңіске жетті. Және уақыт өте келе ойындары түзеліп, турнирдік кестедегі жағдайлары да жақсара түсті. Сол маусымның соңында Артетаның командасына Чемпиондар лигасына жолдама алуға сәл ғана жетіспей қалды. 2024 жылы Чемпиондар лигасының ширек финалында Барселона өз алаңында PSG-мен теке тірескен болатын. Алғашқы Францияда ойында PSG 2-3 есебімен жеңіліп сәтсіздікке ұшырап, оларда Барсаның алаңда өте қиын ойын тосып тұрды. Барсаның бұрынғы жаттықтырушысы болған Луис Энрике PSG-дағы соңғы маусымы өткізіп жатқан Килиан Мбаппеге сенім артып, ойын басталар алдында оған лидерлік жауапкершілікті тапсырды. Саған Майкл Джордан ұнайтынын естігемін, бірақ сен білесің бе, Майкл Джордан әріптестерін жағадан алатын және иттің баласында қорғанатын. Сен адам ретінде және футболшы ретінде де үлгі көрсетуің керек. Сен Тер Штеген мен Кубарсиге қарсы аянбай ойнауың қажет. Бүкіл ойын бойы Кубарсидің алға шығуына жол бермей және Тер Штегенді жылдам ойнауға мәжбүр ететіндей аямай прессинг жасауың керек. Және сен үнемі артқа қайтып отыруға тиіссің. Неге? Себебі сен лидер болуың керек. Мен сенің қалған 2 ай уақытта лидер болғаныңды қалаймын. Мен сенің PSG-дан әдемі кеткеніңді қалаймын, Килиан. Бірақ та сен бұған лайықты болуың қажет. Мен сенің шабуылда өте керемет ойнайтыныңды және шабуылда саған жетер ешкім жоқ екенін білемін. Бірақ та сен біз шабуылдамаған кезде ең үздік қорғаушы болуға тиіссің. Міне, сонда ғана сен Майкл Джордан секілді нағыз лидер боласың. Энрикенің айтқан сөздерін Мбаппе жерге қалдырмады. Ойынның өзінде ол 2 голдың авторы атанып, PSG-ның жеңісіне зор үлесін қоса білді. Барселонаны қонақта 1-4 есебімен жеңген Париждегі ұжым жартылай финалға жолдама алды. Қадірменді көрермендер, бір сәт назар бөлулеріңізді сұраймын. Статистикаға сәйкес видеоларымызды қарайтындардан 90%-ға жуығы әлі де арнамызға тіркелмеген екен. Егер сіз де солардың қатарынан болсаңыз, дәл қазір арнаға жазылып, видеоны бір лайкпен қолдау жіберулеріңізді сұраймын. Қазақ тіліндегі футбол жайындағы арнаға қолдауларыңыз ауадай қажет. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық оңай нәрсе, бірақ біз үшін орасан зор қолдау. Тәжірибелі жаттықтырушы Хосе Гвардиола бірде Манчестер Сити ойыншыларын жігерлендіру үшін Лионель Мессиді үлгі ретінде ұлықтаған болатын. Чемпиондар лигасының кезекті ойындарының бірінде Гвардиоланың шәкірттері қарсыластарын 2-0 есебімен жеңіп жатты. Алайда сонда да бұл есеп оны қанағаттандырмады. Ол үзілісте ойыншыларға былай деп айғайлады:
Білесіңдер ме, неге Месси менің өмірімдегі көрген ең мықты ойыншы? Өйткені ол жеңіске аштан өлгендей құштар болатын. Месси ол жұртқышаң. Ал енді өзімізге есек, сендер пас бересіңдер де қарап тұрасыңдар. Пас бердің бе, бірден шабуылға ұмтыл. Бұл соғуға тиіссіңдер жігіттер. Месси пас береді де қақпаға қарай машина сияқты жүгіреді. Ол голдардың иісін сезіп тұрады. Сендер де дәл солай істеулерің керек. Екінші таймда Гвардиоланың сөздері нәтиже берді. Манчестер Сити сол ойында өз қарсыластарын 5-1 есебімен талқандады. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Еуро 2016 турниріндегі жеңіс Португалия құрамасы үшін үлкен сынақ пен қиындықтарға толы болды. Ширек финалда португалықтар Польшамен жолыққан болатын. Ойынның 120 минут уақыты бойы жеңімпаз анықталмай қойып, пенальти сериясы орын алды. Жалпы пенальти сериясына келген кезде Португалияның жолы бола бермейтіні көпшілікке бұрыннан мәлім. Шешуші сәтке келгенде жартылай қорғаушы Жоау Маутиньо пенальти орындайтын футболшылардың қатарында болуға соншалықты сенімді болмаған. Алайда Роналду оған шабыт беріп көндірді. Ей сен теп бар, сені соққын жақсы ғой, егер бүгін ұтылсақ жаман болады, мықты болуың керек, қане өзіңді қолға ал, сен жақсы тебесің, қане, дайын бол. Нәтижесінде Маутиньо пенальтиді сәтті орындап гол соқты, ал Португалия болса келесі кезеңге сүрінбей өтіп, финалға жол тартты. жылғы Чемпиондар Лигасының финалы. Реал мен Ювентус командалары арасындағы матчтың алғашқы таймы 1-1 есебімен тең тарқасты. Үзіліс кезінде тәжірибелі жаттықтырушы Зинедин Зидан Реал ойыншыларына Ювентус командасының тас қамал қорғанысын қалай бұзып жару керек екендігін егжей-тегжейлі баяндады. Бұл финал біз білеміз, мұндай ойын әрқашанда қиын болады, қарсыластарға да оңай емес. Біз үшін ең бастысы қорғаныста агрессивтірек болу, бірақ агрессивті дегеніміз фол жасап сарыға қазалу емес. Ең маңыздысы әр сәтте өз орнымызда болу, бір-бірімізге жақын тұру, бір-бірімізді сақтандыру. Топ бізде болмаған кезде кішкене белсендірек ойнау керек. Келесі, олар 4-4-2 жүйесімен ойнап жатыр. Алвес бір жақта артта, Манджукич екінші жақта алда. Біз оларды өз аймағына шегіндіруіміз керек. Иско, біз қорғанып жатқан кезде сен сол жақта 4-4-2-де ойнайсың. Ал шабуылға шыққанда орталыққа жақындай түс. Бірақ есіңде болсын, доп бізде болғанда бастысы шыдам керек. Ойынды жылдамдатамыз және қапталдар арқылы ойнаймыз. Марсело мен Карвахаль жоғарырақ орналасын. Доп бізде болғанда қарсылас өз алаңда қорғануға мәжбүр болуы тиіс. Марсело мен Дани арқылы қысым жасаймыз. Орталықта Лука сәл жоғары ойнасын. Ал Иско бір қапталдан екіншісіне ауысқанда белсенді болсын. Содан кейін шабуылды аяқтау керек. Криш алда, Карим артта, немесе керісінше. Апта бойы дайындалғанымыздай бір қаптал, екінші қаптал, хоп, пас және гол. Флангтардан ортаға пас және гол соғамыз. Бізге алаңды кеңейтіп, қарқынды арттыру қажет. Орталықта көп ойнамаймыз. Топты бір қапталдан екіншісіне жылдам жеткіземіз. Қорғаныста да сәл көбірек күш салу керек. Сонымен болды. Жұмысымызды жалғастырамыз, себебі бұл финал. Сабырсақ та байсалды ойнап, тағы да бір гол соғатынымызға сенуіміз керек. Кесіпе, ендеше алға. Реал ойыншылары бапкердің айтқан сөздерін бұлжытпай орындап, ақыры Зиданның құрған жоспары оң нәтиже берді. Мадридтіктер қарсыластарын 4-1 есебімен талқандап, Чемпиондар Лигасында екінші жыл қатарынан топ жарды. 2021 жылғы Копа Америка турнирінің финалы. Ақтық сында Аргентина мен Бразилия құрамалары жолығып, өзара кім мықты сарапқа салынды. Аргентина құрамасы үшін бұл ойында жеңіске жетуі ауадай қажет болды. Өйткені олар осыған дейін әрі турнирлердің финалында 3 рет қатарынан сүрінген болатын. Атаңызға айналған Лионель Месси осы ойында үлкен жауапкершілікті өз иығына арқалап, футболшыларды жинап алып, қанатты сөздерін жеткізді. Біз барлығымыз Аргентина мен Бразилия құрамалары арасындағы матчтан қандай және не екенін білеміз. Бірақ бұл туралы дәл бүгін айтқым келіп тұрған жоқ. Жай ғана жігіттер, сендерге рахмет айтқым келеді. Осы бірге өткен 45 күн үшін алғыс айтамын. Біз керемет команда бола білдік. Маған бұл қатты ұнады. 45 күн бойы біз тамақтану, саяхаттау және басқа да нәрселер жағынан ешқандай шағым айтпадық. Және 45 күн бойы отбасымызды көрмедік. Тіпті осындағылардың кейбірі өздерінің жаңа туған нәрестелерін көрмеді. Осының барлығы не үшін?
Барлығымыздың ортақ бір ғана мақсатымыз болды, және соған қол жеткізуге жақын тұрмыз. Міне, дәл осы сәт үшін. Қолымыздан келе ме әлде жоқ па, ол өзімізге байланысты. Біз отбасымыз бен достарымызды бірге қуанту үшін алаңға шығып, кубокты жеңіп алуымыз қажет. Қанекей жігіттер, алаңға салқынғанда әрі сенімді түрде шығайық. Бұл кубокты біз өзімізбен бірге үйге алып кетуге тиіспіз. Мессидің айтқан сөздері нәтиже берді. Аса қиын болған ойында аргентиналықтар бұл матчта 1-0 есебімен жеңіске жетіп, кубок жеңіп алды. Осылайша Лионель Месси өз ұлттық құрамасы сапындағы ең алғашқы жүлдесіне қол жеткізді. 2018 жылғы әлем чемпионатының финалында Франция мен Хорватия құрамалары жолықты. Ойын басталар алдында жартылай қорғаушы Поль Погба көшбасшылықты өз мойнына алып, Франция құрамасының ойыншыларын бір ортаға жинап, шабыттандыру сөздерін айтты. Жігіттер, мен қазір көп сөйлегім келіп тұрған жоқ. Біз қайда тұрғанымызды, нені қалап тұрғанымызды, сондай-ақ қанша алыс сапар шеккенімізді білеміз. Бұл біздің жүрегімізде және көзімізде. Мен бәрін көріп тұрмын. Біз дайынбыз. Жігіттер, көз алдымызда тарих жасауға бізді бар болғаны 90 минут бөліп тұр. 90 минут бір ғана ойын. Осы уақытқа дейін өз мансабымызда қанша ойын ойнағанымызды білмеймін. Бірақ дәл осы бір ғана ойын бәрін өзгертеді. Екі команда, бір ғана кубок. Олар үшін де барлығы дәл солай. Қарсыластарымызда жеңісті қалайды. Иә, бұған дейін біз финалда ұтылғанбыз. Бұл әлі күнге дейін есімізден кетпейді. Бірақ та бүгін біз өзімізге тиесілі нәрсені басқалардың алып кетулеріне жол бермеуіміз керек. Бүгінгі ойын аяқталғаннан соң біз француз қауымының балалары, немерелері және шөберелерінің есінде қалатындай болғанымызды қалаймын. Мен біздің алаңға жауынгерлер тәрізді, нағыз лидер ретінде шыққанымызды қалаймын. Поль Погбаның айтқан сөздері француз құрамасын 90 минут бойы алға жетелеп, нәтижесінде олар 4-2 есебімен жеңіске жетіп, турнирде топ жарды. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.